Құрметті оқырмандар, Тараз қаласының көшелері бойынша бір көше, бір тарих атты бейнегалереяны назарларыңызға ұсынамыз. Жамбыл облысында Халықаралық Қонаев қорының облыстық бөлімшесі 1996 жылы құрылды. Осы қор бөлімшесінің мүшелерінің қозғау салуымен Тараз қаласындағы бұрынғы Украин көшесі ұлтымыздан шыққан ұлағатты тұлғаның Дінмұхаммед Ахметұлы Қонаевтың атын алды. Ал 2002 жылғы қаңтарда осы көше басталар тұстағы Халықаралық Қонаев қорының облыстық бөлімшесі орналасқан ғимарат алдындағы алаңға орнатылған ескерткішінің ашылу салтанаты болды. 1958 жылы ашылған балалар кітапханасы мен 1978 жылы ашылған жасөспірімдер кітапханасы 1996 жылы біріктіріліп, облыстық балалар мен жасөспірімдер кітапханасы болып өзгертілген. 2017 жылы Жамбыл облысы әкімі Көкірекбаевтың 27 маусым күні 133 қаулысымен кітапханаға аса көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері Дінмұхаммед Ахметұлы Қонаевтың есімі берілді. Дінмұхаммед Ахметұлы Қонаев аса көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері, 3 мәрте социалистік еңбек ері, Қазақ КСР ғылым академиясының академигі, техника ғылымдарының докторы. 1912 жылы 12 қаңтарда Верный қаласында, яғни қазіргі Алматы қаласында қызметкердің отбасында дүниеге келген. 1930 жылы Алматыдағы нөмірі 14 мектепті бітіріп, Қазақстан өлкелік комсомол комитеті Дінмұхаммед Қонаевты Мәскеудің түсті металдар және алтын институтына оқуға жібереді. 1936 жылы тау-кен инженері мамандығын алады. 37-39 жылдары Балқаш мыс қорыту комбинатының Қоңырат руднигіне бұрғылау станогының машинисі, цех бастығы, рудниктің бас инженері және директоры болып қызмет атқарады. Қазақ КСР министрлер кеңес төрағасының орынбасары болған және Қазақ КСР ғылым академиясының президенті, Қазақ КСР жоғары кеңесінің төрағасы, Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің бірінші хатшысы, КСРО-ның басшысы, Қазақ КСР министрлер кеңесінің төрағасы болып қызмет істеген. Дінмұхаммед Ахметұлы Қонаев КСРО-да ең биік саяси лауазымға ие болған алғашқы қазақ. Ол КСРО-ның ішкі және сыртқы саясатын басқаратын 15 мүшесі бар саяси бюро мүшесі болды. Отбасында 11 баланың 4-шісі болған. 1938 жылы Балқаштың алғашқы мысы қорытылғанда, осы жетістігі үшін жас кен инженері Қонаев тұңғыш медальді алады. Кейін Қазақстанның көпсалалы экономикасын, мәдениеті мен ғылымын дамытудағы жетістіктер үшін 3 рет, яғни 1972, 76 және 82 жылдары социалистік еңбек ерінің алтын жұлдызын, 8 Ленин орденін, еңбек қызыл ту орденін алып, шетелдердің де көптеген марапаттарына ие болды. 1939 жылы Зухра Шәріпқызымен үйлену тойы болып өтті. Дінмұхаммед Ахметұлы 1990 жылы қайтыс болған. Зухра Шәріпқызымен 50 жыл 6 ай 2 күн бірге ғұмыр кешкен. Қонаев қару-жарақ коллекциялаған, аңшылық жасауды ұнатқан. Жеке күзетшілері болмаған, таңертең жұмысына жаяу барып келіп жүрген. Академик атағы үшін 340 рубльдік төлемақыдан бас тартқан. Оны жетім балалар үйлері мен жас ғалымдарға аударып отырған.